Құрметті тыңдарман, Өмірай арнасының жаңа әңгімесін тыңдап қолдай отырыңыздар. Перзент Сара. Сыйласып жүрген көршісінің қазасы Қайыржанның жанына батып, жүрегін сыздатып кетті. Үйлері өзара жақын орналасқан екі көршіні темір тор шарбақ қана бөліп тұратын. Өздерінің кіріп шыққаны, келім-кетім қонағы, бәрі көз алдарында. Күніге бірнеше рет жүздесіп, кейде шарбақтың екі жағынан келіп, не әйелдері, не өздері тұмсық тақаса тұрып, әңгіме дүкен құратын. Әбдірайым өте ақ көңіл, таза ниетті, өзге дегенде өзегін жұлып беруге дайын. Қою қара мұртты, сымбатты бір жігіт. Келіншегі Гүлбахрам да мінезі жайлы жайдары еңбекқор жан. Екі ауыз тамда екеуі ғана. Кейде Әбдірайым аздап ішіп алғанда, темір торлы шарбаққа сүйене тұрып, мұны шақыратында. Қайреке, мені кешірерсіз, бүгін аздап іштім. Бірақ білесіз ғой, мен ешкіммен байланыспайым. Кей туысым әдейі ұстатқысы келіп тиіседі. Мен үндемейм. Кетсінші солар. Мен ұйғыр болсам да, мектепті қазақша оқыдым, жақсы оқыдым. Батырлар жырын жақсы көретін едім. Көп қиссаларды жаттап алатынмын. Қазірде Алпамыс батырды оқимын. Ол жалпы түркі тілдес халықтарға ортақ қой. Ұйғырда Алпамыш дейді. Қазір неге оқимын, білесіз бе? Менің ойымнан оның басталу шықпайды. Бұлай, төрт түлігі сай екен. Бір перзентке зар екен. Бір баланың жоғынан зорлық қылдым. Маңайым үкім қыла сөйлейді. Баласы көп ағайын, ескерер күнің бар ма екен? Жаратқан Алла Құдайым, жасымда аққан тия алмай перзенттің дағы өтеді. Баласы жоқ адамның әркімге ақысы кетеді. Бай бөрік, қубас деген сөз сүйегінен өтеді. Жаратқан патша Құдай-ай, перзентке зар қып қойғанша жаратпасаң не етеді? Міне, бұл қазір менің басымдағы жағдай. Әркім өз мұңын айтады дейді. Бірақ бір уақ іштегі шерді түсінетін біреуге айтсаң, ол сені тыңдаса, кәдімгідей жеңілдеп қаласың. Балалы үй базар, баласыз үй мазар деп бос айтпаған ғой бұрынғылар. Әйел екеуміздің де сыртымыз бүтін, ішіміз түтін. Соншама сары уайымға салына берудің қажеті жоқ. Бүгін медицина не бір кереметтер жасап жатыр ғой. Баяғыда қазақта 50 байлар өріп жүрген, 60 байлар да аз болмаған. 70 байға да жеткендер, 80 байдан да секем алмай, тіпті 100 байлармен жүздескендер де болған. Ал сен 40 жасқа, нағыз қамал бұзар шаққа енді келдің емес пе? Деп жұбатады оны Қайыржан. Дұрыс қой. Ол баяғыда, біз қазір 40 байға да зар болып жүрміз. Ой, Қайреке, екі түрлі адамға Алла қиямет күнінде рахмет бейді. Туған туыстарынан мүлде қол үзіп кеткендерге және жаман көршіге Алла көршілеріңмен тату-тәтті өмір сүруді өсиет етемін деген екен хадистерінде. Құдайға шүкір, мен көршілердің бәрімен сыйласып тұрам. Ал туған туысқандарымен сіз анау орындықты алып отырсаңызшы. Әбдірайымның өзі шөкелеп отыра кетті. Менің әкем әскерге барғанда Ресей жақтан өз ұнатқан бір қызды алып келіпті. Ұйғырларды білесіз ғой. Бәрі дүрлігіп қарсы болыпты. Әкем ешкімге көнбей. Әлгі қызбен, яғни менің шешеммен бір жылдай отасыпты. Мен іште келсем керек. Мен туылған соң ағайындар өре түре келіп, әкемді ортаға алып, кәпір әйеліңмен ажырас. Әйтпесе, түбі жаман болады. Елдің бетін көрмейтін боласың деген соң, амалсыз екеуі ажырасады. Шешем қайта Ресейге кетеді. Ал мен әжемнің құшағында қала берем. Ұл бала болған соң, атам ат тұяғын тай басар. Бұл менің тұқымым деп, шешеме бермей алып қалған. Әкем басқа елге үйленіп, бүгінде 5-6 бала шағасы бар. Кемпіршіл қайтыс болған соң, далада қалдым. Әкем өгей шешеден асалмады. Бауырларым сыртқа тебеді. Әйтеуір Құдай оңдап,
Мына отырған кішкене үйіммен жер әжемнен қалды. Ол байғұс менің атыма аударып үлгере алмады. Мүмкін заман мынандай қиын болады деп ойламаған да шығар. Әкем тышқақ бермеді. Жерімді даулап жүрген өгей шешеме сөз айтуға да жарамайды. Гүлбахрам екеуміз өз тойымызды өзіміз жасап, мәз болдық. Ол бұрын есік көрсе де, барлық рәсімді жасап, неке суын іштік, оқи алмадық. Қара жұмыспен жан бағып келеміз. Бірақ бала сол жанды жеп жүрген. Кешіріңіз, қайдағын айтып, шаршаттым-ау. Жаңа көшіп келгенсіз, әлі өзіңіз ештеңе сұрамайсыз, білсін деп. Әбдірайым мөлтілдеген көз жасын сықты. Жанарынан домалаған бір тамшы мөлдір жасты кең қара жемпірінің жеңімен сүртіп, дәу қыр мұрнын қорс еткізіп тартып қойды. Қайыржан үндемеді, жұбата алмады. Әбдірайым, шайға кірсейш, суып қалатын болды. Келіншегі Гүлбахрамның дауысы шықты. Жарайды деп, Әбдірайым орнынан жерштіре көтеріліп, лашық үйіне қарай теңселе басып, баяу адымдады. Кезінде қазақ даласының түкпір-түкпірінен арман қала Алматыға оқуға келіп, қалаған мамандығына қол жеткізіп, осында түрлі жұмыстарға орналасып қалған. Төңіректегі 10 шақты көрші өзара ағайыннан да тату болып кетті. Түрлі мереке, ұл қыздарының туған күндері сияқты кез келген қуанышта бас қосу олар үшін дағдыға айналғанды. Өзге қалаға қызметке ауысуына байланысты Қайыржанның отбасы бұндай бас қосуларды қимаса да кетулеріне тура келді. Жылына 1-2 рет қана келетін болды. Кейде Әбдірайым мен Гүлбахрамды көре алмай да кететін еді. Осындай бір келісінде ең жақын көршісін ұзақ уақыт көре алмай қалған Қайыржан Әбдірайымның үй жағына біраз көз тастап тұрды. Бұрындары тап тұйнақтай жинақы тұратын шағын үй тіпті жүдеу көрінді. Сыртқы сылақтар түсіп, төңіректі күл қоқыс басыпты. Атыз-атыз етіп, рет-ретімен егілген құлпынай мен жусайдың орнында арамшөп қаптаған. Қатар бой түзеген шие ағаштарының тамырларынан жабайы шыққан жас өскіндері отау көрмей едәуір өсіпті. Су жүрмеген арық бітелуге айналған. Апыр-ай, мына Әбдірайым бір жаққа көшіп кеткеннен сау ма? Шарбақшы айра-жайра ғой, сыртқы есікте сәл ашық тұрған сыңайлы, деп ойлаған Қайыржан Әбдірайымның үйіне қалай бет алғанын өзі де аңғармай қалды. Сықырлап, бір жағына қисайып қалған сыртқы есікті әрең ашып, ішке құлақ түріп еді. Әлдекімнің ыңырсыған үні естілді. Ішке енді. Қара көлеңке үй ішінен күлмісі иіс танауын жыбырлатты. Бір сәт тынысы тарылғандай. Кім ол? Деген қарлығын қойын талып естілді. Бір шеттен Қайыржан түкпірдегі темір кереуетте үйілген көне көрпелердің арасынан Әбдірайымның қылтиған басын байқады. Үй ішіне көзі енді үйрене бастаған. Кереуетке тақалып қойылған, қисайған тәбіреткіде көптен жуылмаған 2-3 ыдыс қарауытады. Бұл жақындап, қалайсың көрші? Бұл не жатыс? Деді. Қайреке, бұл сіз бе? Қашан келдіңіз? Деді Әбдірайым басын көтеріп, жатуға әрекет етіп. Келген бойым осы көрші, деп, сәлем берейін десем, көрінбейсіңдер. Сосын кіргем. Өзіңе не болған? Білмейм. Не кесел екен. Әйтеуір төсекке алып ұрды. 1 жыл боп қалды. Далаға да әрең кіріп шығам. Ешкім бас соқпайды. Кейде көршілердің бірі ас су әкеп беріп қояды. Қазір бәріне қиын боп қалды ғой. Әбдірайым қинала ентігіп жағдайын айтты. Қазір жеңгеңе ыстық шай, ыстық тамақ әзіретейін деп Қайыржан тұра беріп еді. Әбдірайым қолын әрең қозғап, әуре болмаңыз, ештеңе іше алмайым. Одан да отыра тұрыңыз, айтпағым бар. Көкейім толып қалды деп
әрең қозғалақтады. Сосын әңгімесін жалғады. Көңілге мят болар еш ила қалмады. Тек көрер жарығым таусылмай, Аллаға мінәжат етіп жатам, күбірлеп. Алда жалда көз жұмсам артымнан, шын ниетімен дауыс шығарар жоқтаушымда жоқ. Катя. Ол әйелін осылай айтатын. Ол байғұс үш келіп үш кетті, менен не қайыр, не үміт. Қаншама дәрігерге, дарымшы емшіге, құшынаш дәуіпке ем-дом жасады да, бәрібір бала сүйе алмады. Әлдекімнің айтуынан дұға да оқытып, үйді күнәра отпен де аластап тұрды. Еш септігі тимеді. Құдай-ай, ешкімді тыңдамай жүрек қалауым деп, саған тұрмысқа шыққанда, дұшпанға таба болып, сенен бала көтере алмай қор болғанымай деп еңірегенде етек жасқа толды. Мен де шыдамай қосыла жыладым. Күніге егіле іштей қан жыладым. Ұрпақсыз қалу деген ең үлкен қасірет екен. Тұрақты жұмыс жоқ. Бірде аш, бірде тоқ күй кештік. Жүйкем шыдамай. Жиі ішіп қоятын болдым. Катяға бағынды байламайым дедім. Бір-екі рет қатты сүйрелеп, есіктен де шығарып жібердім әдейі. Өйткені баспана болмаса, қалтаңда қаржы болмаса, мәпелеп отырған балаң болмаса, мен өлсем бәрібір кетуге мәжбүр болады ғой. Сен қай-қайдағын айтады екенсің. Адам алдымен жақсы нәрсені ойлау керек емес пе? Деді Қайыржан Әбдірайымға үңіле қарап. Ол да орнынан сәл көтеріліп, бұған аңтарыла қарады. Екі көзі шүңірейіп, ұясына кіріп кетіпті. Отты жанарда нұры қалмағандай. Салалы саусақтарының еті қашып, босаң тері сүйекке жабысып, бунақталып, арбиып, ебедейсіз қозғалады. Иығының топшысы шодырайып, кеудесі қушиып, ет жеңді де қайратты денеден күш-қуат кетіп, қауқарсыз қалған шөлмекей құп, қу жүзі солыңқы. Қайыржан оның осы халін көріп, іштей қатты аяп кетті. Қолдан келер дәрмен жоқ. Дерт әбден асқынған сияқты Қайреке, сізді Құдай жіберген болар. Уақытыңыз болса, сөзімді бөлмей тыңдай беріңіз. Ішімдегі шерді тарқатқым келеді. Дүниеден өтейін деп жатқан адамның бақылдасуы деп түсінсеңіз де, арыздасуы, не қоштасуы деп ойласаңыз да еркіңіз. Тыңдаңызшы. Бір аяғым жерде, бір аяғым көрде тұрғандай. Тек Әзірейіл періште жан алуға кешігіп жатыр. Бақылдасып алсын деді ме, кім білсін? Иә. Катя кейде көршілердің біріне бесік тойға, тұсаукесерге немесе тілашарға барып келсе, сол түні екеуміз үн-түнсіз теріс қарап жатып қаламыз да, атары таңға дейін көз ілмейміз. Бір-бірімізді алдаусыратып, өтірік ұйықтаған боламыз. Көкірегімізді қайғының уы жайлап, қарсы айырлардай күй кешеміз. Баласыз өткен өмір, тесіктен аққан жел, тасқа басқан із, елекпен өлшеген су, айнаға түскен бейне деген екен бір ғұлама. Сол айтқандай, бесіксіз үйде береке жоқ екен. Мұны екеуміз де түсіндік. Катя тастанды нәрестенің бірін асырап алайық деді. Мен көндім. Бірақ біздің тұрмыспен танысқан комиссия бірден қарсылық білдірді. Бұл біздің соңғы үмітіміз еді. Үміт үзілген адам қанаты қайырылған құс секілді. Тыпырлағаннан басқаға дәрмені қалмайды екен. Менің жаралы жанымның, ауру жайлаған тәнімнің қиналғанын көріп, жаны күйзелмесін деп, Катяның көңіліне қатты тиіп, қуғандай ғып жібердім. Ол байғұс кәрі шешесінің жанында бір сәт болады, шырылдап қайта оралады. Сол үшін бауырларымен де жүз шайысып болды. Олардан бір үзімнан болса да тығып әкеледі. Оны қайнаған суға жібітіп, екі көзінен жас парлап отырып, аузыма тосады. Елі қатарлы, кеңде жарық, үй салуға шама келмеді.
Есік алдына оншақты тал егіп едім. Енді бой көтерген кезде өзім амалсыз отынға шаптым. Жоқшылықтың кесірі ғой бәрі. Олар да тірі жан секілді екен. Тамыр бекіп, жас баладай жайнап өсіп келе жатыр еді. Мен биікке бой созуға талпынған көгерім ағаштарды көктей шаптым. Сонымда дұрыс болмады-ау деймін. Құдай бала сүюді пешенеме жазбады. Сонда бұл өмірге босқа келіп, із-түссіз кете бара жатқандаймын. Тірлігімде тындырған ештемем жоқ. Тіршілік атаулы жан таласып жатқан бұл жалған дүниенің есігін неге аштым? Жарық дүниеге бейкүнә сәби боп келгенім үшін кінәлім бе? Шыр етіп туған сәттен шетке тебетіндей не жазығым бар еді ағайынға? Осыны түсінбей барам. Діңкем әбден құрыды. Жан жүрегің шаршаған соң сан түрлі аурулар бұзыла бастаған. Еттің иісін сезген көк шыбындай үймелейді екен. Аурудың зардабын, аурудың тақсыретін тартқан білет дейді. Адам біреудің жан қиналысын өзінің басына түскенде ғана түсінсе керек. Өмір лайым балдай тәтті емес, оның да кермек дәмі көп. Ол дәмді бал татқан соң тез ұмытып кетеміз. Бірақ мен өмірдің бал дәмін татпағандаймын. Таңдайымнан кермек дәм өмір бойы кетпегендей. Дүниеде балам балдан да тәтті дейді екен. Мен сол екеуінің де дәмін бұл жалғаннан сезе алмай кетіп барам. Өкінішті туған едім, жап-жалаңаш тырдай боп. Кетіп барам барлығынан жұрдай боп. Міне солай, от жағылмаған үй қора, кісі кірмеген үй мола деген. Бір ғана алданышым, тірі адамға қиянат жасамадым, ешкіммен ұрыспадым, ештеңеге таласпадым. Осы жанға демеу, көршілеріңнен өзің туралы жақсы лебіз естісең, Алла тағаланың алдында жақсы іс атқардым дей бер. Егер сен туралы көршілерің жаман пікірде болса, Алланың алдында күнәһармын деп ойла дейді хадисте. Мен күнәһар емес сияқтымын. Жаныма ең қатты бататыны өмір бойы жан тәнімен ұнатқан жан жарым Гүлбахрам бұл жалғанда тұл боп қалып барады. Кісіге жамандық ойлаудан ада, ол маған әлі адамның өлер алдындағы ең соңғы асы атау керенде бүгін әкеп беретін шығар. Оны мен міндетті түрде Катяның қолынан ішем. Бұл көршісі Әбдірайымның дүниеден озар алдындағы бір сәттік сергуі, бой жазуы екенін Қайыржан білген жоқ еді. Құрметті оқырмандарым, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді төменге жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.